Ассалауму алейкум всем, срочный видео түсіріп жатырмын. Влог. Біз қазір қайда асып жатырық. Мынаны барлығын жинап жатырық. Видео болса бұрын бірге лайктарыңыз баспадан жазып отырыңыздар. Біз енді бастаймыз, кеттік. Так, достар, наконец-то біз автобустан түстік. Папа, мама, аға, әпкем және інім әже үйде қалды, әже бармайын деді. Біз қайда баратынымызды сіздер әлі білмейсіздер. Алда видеоны до конца көрсеңіздер білетін боласыздар. Негізі біз кешігіп жатқанбыз, бірақ та үлгердік енді. Әлі билет алмадық, даже қазір билет алып резко пойызға отырып кететін боламыз. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біз видеоны енді бастаймыз десем. Достар, біз вокзалға кірдік. Наконец-то ана жақта әне біздің уже пойыз тұр ана жақта. Қазір мама мен Наргиз билет алуға кетті. Біз күтіп тұрмыз. Папа, аға, Асека барлығымыз. Қайда баратынымыз сіздерге қызық болып тұрған шығар. Дәл қазір видеоны паузаға қойып комментарийға жазып кетіңіздер. Біз қайда барайық деп жатырық. Негізі өте оңай. Негізі ешкім таба алмайтын да шығар. В общем, давайте жазып кетіңдер. Достар, кірдік. Ешкім жоқ. Бір вагон сатып алдық. Енді сіздерге былай айтайын, қайда баратынымыз. Қазір біз туыстарымызға барамыз. Өздеріңіз білетіндей, кімде кім көрді, кім көрмеген болса, мен арнамда 1 жыл бұрын 24 сағат пляж жатып видео шыққан болатын. Ол кезде біз туыстарымызға Сарыоба деген ауылға станцияға барған болатынбыз. Және де біз сол жаққа қайтадан демалуға бара жатырмыз бір күнге. Лайктарыңыз баспадан жазып отырыңыздар. Қазір 1 сағаттық жол жүреміз электричкада. Біз келдік станцияға түсіп жатырық. Міне менің көтеретін сумкам үлкен, үстіне ештеңе жоқ. Все, кеттік смело. Уже қараңғы болды, сағат 10 болып қалды уже. 1,5 сағатта келдік қой. Қазір түсеміз уже. Барлығы міне жиналып жатыр. Так, все, достар, біз келдік туыстардың үйіне. Қазір біз тамақ ішетін боламыз. Манты рахаттанып тамақ ішіп аламыз. Содан кейін жатып ұқпиш, кеттік, влог өте қызықты болды. Лайктарын басыңдар. Так, достар, тамақ жеп жатырық. Манты. Тоже не хотел вакцинироваться. Қазір, достар, біз кішкене футбол ойнаймыз. Достар, Асекаға отырмын да. Міне төсектер барлығы дайын тұр. Все, қазір ұйықтаймыз. Асек, давай спокойной ночи. Дай петь. Будешь понять, он увер. Так, все, достар, ұйықтаймыз. Кеттік. Достар, қайырлы. Наконец-то тұрдық. Сағат 9 болды. Жанымын еқін көптер. Музыка ойнап тұр, колонкадан. Мотоцикл яки. Қайырлы достар, кішкене қазір жуынып бет қолды өзіміз порядокқа келтіру керек. Ауылдың табиғаты деген басқаша ғой. Ерте оянып кеттік. Негізі түскі обедке 1-2 кейін жататын бақам ғой. Қазір мен туалетке кіремін десеңіз. Короче, мына жақтың ыстық болып тұр да, керемет болып тұр. Маған табиғаты ұнап тұр. В общем, достар, керемет влог сіздерге де қызықты болып жатыр деген ойдамын. Менімен бірге осы рахатты сезініңіздер. Мен сіздерге жеткізуге тырысатын боламын. Так, достар, все, мен үйге кірем, қазір шай ішеміз. Мама шақырды мені. Ағам, әпкем, інім барлығы ұйықтап отыр, қалғандардың барлығы. Огород мына жақ. Сіздерге кейін огородты тағы да көрсете жатармын. 2 hours later. Так, короче, мен далаға шықтым. Қазір кішкене доп ойнап тұрамын. Содан кейін киініп, уже скоро газель келеді. Сол газельмен уже озероға баратын боламын. Жаңағы көлге. Камера мұнда қоя тұрайын. Ассаламу алейкум. Асеку дайындалып отыр пляжға. Я дайындалып отыр. Қазір барамыз қойсы. Солай, короче. Так, достар, все, біз келдік. Міне. Мен барлығын қарасаңыздар, керемет болып тұр. Турция болып тұр, ана жақта Дубай. Ана жақта юрталар салып жатыр, короче. Мен барлығы керемет, қолға алып жатыр.
Все, достар, біз короче суға түсеміз. Әне әдемі. Ана жақта кафешка, сол жаңа айтқан. Мынаны барын короче қолға алып жатыр екен, ананы барлығын. Қазір суға түсеміз. Достар, влог өте қызықты болып жатыр деген ойдамын. Сондықтан лайктарды басыңдаршы, пожалуйста. Дәл қазір. Достар, короче, футбол ойнаймыз. Так, достар, міне загар алып жатырмын өзім шортигімен, мына менің ішім. Йоу, шашмаман бермеңіздер, достар. Неге телефонмен түсіріп жатсың десеңдер, камераның зарядкасы бітіп қалды, уже сіздерге целый день түсірдім. Қазір мен беседканың ішіндемін. Ана жақта шашлық дайындап жатыр ағалар. Ағалар, папалар барлығы. Сосын қазір шашлық жеп, тамақ ужин ішетін болам. Содан кейін тағы да бір-екі түсіп, білмеймін енді бірдеңе істеп. Короче, сосын үйге қайтатын шығармын сені, білмеймін. Керемет демалыс болып жатыр. Влог ұнап жатса қайтадан сөйлеймін. Дәл қазір лайктарын басып, артынан жазып отырмын. Және комментарийлерге керемет пікірлеріңді қалдырып кетіңдер. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can... Достар, ана жақта юрта сияқты нәрселер, короче. Қазір біз бара жатырмыз, қазір біз катерға отырып, катерда, короче, виум болатын боламыз. Соленое озеросы бойынша, міне. Мынандай жасып қойған, короче, Турцияда жүрсің, Анталияда, короче, мықтысың, короче, ақша бар қыл, короче. Достар, катер айдадық, короче. Катер айдадым, керемет рахат болды. Оңай екен, автомат қойшы. Міне. Ал достар, осымен біз бүгінгі влогты аяқтаймыз. Бүгінгі емес, 2-3 күндік. Әсекші саған қалай ұнады ма влог бүгінгі? Лайк басып қойсын. Конечно. Шықпаса да уже лайк басып қойған шығарсың, Короче, достар, біз қазір ұйықтаймыз. Сосын таңертең электричкаға отырып үйге қайтып баратын боламыз Астанаға. Сенімен болған мен достан Серженге Астанаға Серженге. Короче, телефонмен аяқтаймыз. Так, достар, все, наконец-то үйге келдік. Кеше мен сізге түнде ұйықтағанда уже видеоны аяқтайын деп айтқан болатын, бірақ та қазір таң атты уже, қазір сағат таңғы 9 біз 8-де үйге келдік.
Қазір болтмен достар демаламын, мен жаман шаршап кеттік. Судан кейін әрине бүкіл денең ауырады дегендей. В общем, сіздер түсіндіңіздер, мен қазір қоштасқым келіп тұр бір бөлек. Ну ладно достар, влогты көргендеріңізге рахмет. Арнаға тізге лайк басып мені қолдап отқандарыңызға рахмет. В общем, алда керемет контенттер шығатын болады. Сіздің балмен Икстан пока-пока. Және де мен аяғымды жаман кесіп ауыртып алдым. Мына жер вообще сынып қалған футболдан. Короче, вот үшін айтып жатырмын. Давайте, рахмет.